Assalamualaikum dostlar, sizlerle birge men Mr. Kazak. Bugün bizler eksperimentin ikinci bölümünü жасайтын боламыз. Bizde bugün Ender Dragon men Исушитель жасатын болады. Исушитель. Biz короче қазір мыяққа Исушительді шақырамыз. Не, Ender Dragonды шақыратын боламыз. Қазір мен оны шақырамын. Қазір мен шақырам, содан кейін қосатын болам. Короче, достар, biz қазір Ender Dragon'ды шақырамыз. Ол үшін бұлай жазу керек екен. Summon Ender Dragon. Ne осылай жазу керек екен. О, міне келді дракон край. Қайда анау? Короче, шығып. Енді Исушительді шығаруымыз керек. Міне дракон мына жерде тұр. Короче, шығарайын деп отырмыз. Міне шақырып отыр. Шығарып отырмын. Шық. Қазір мен аға тұрам. Қырмай тұр ғой екен. Ода біз дұрыс енді Ender Dragon. Құтыламаны. Ender Dragon тек мына жаққа келіп отыр екен. Білмеймін, бірден кетіп жүр. Ана екеуі қырылып отқан жоқ. Мынандай қылыштау болады. Исушитель мен дракон біздің қасымызда жүр екеуі. Міне ол жақтар. Міне. Қашып кетемін мен. Кішкене азайған ба қалай ғой? Дракон краяның қыпсы көбейіп отыр. Білмеймін, әйтеуір қыпсы көбейіп отыр. Исушительге барамыз. Анау атып отыр, кім деген? Дракон краяға атып отыр. Исушитель. Білмеймін, не істеп отқанын. Мен атып отыр. Ender Dragonға атып отыр анау. Ender Dragon екеуі қырылып отыр. Ender Dragonға атып отыр. Ender Dragonға атып отыр. Исушитель. Тез атпай, тез. Ана кімге атып отыр? Ender Dragonға. Бірақ өтпейді екен оған. Короче, мынау деген андай заттарын лақтырып отыр бізге. Бой болып кетіп жатыр әйтеуір. Екеуі қырылып жатыр. Короче, екеуі қырылмайды екен. Короче, бізде бар ғой. Екеуі қырылмайды екен. Дракон края мен Исушитель қырылмайды.
üstümüzde. Короче, келесі бөлімде de қандай нелер болуы мүмкін. Короче, лайк бас, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетейік.